Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ерекше шайдың рецептісін жасап көрсетпекшімін. Бұл шайды рестораннан ішіп, маған өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ол үшін бізге лимон тілімдері қажет. 3 штук лимон тілімін қостым. Одан кейін бір үлкен алмұртты қостым. Міндетті түрде сіздердің алмұрттарыңыз піскен, жұмсақ болуы керек. Сол кезде су құйған кезде сіздердің алмұрттарыңыздың иісі, дәмі барлығы шайға сіңетін болады. Міндетті түрде жақсы таңдалған алмұртты алыңыздар. Одан кейін оны өзіңізге қалай ыңғайлы солай турасаңыздар болады кесіп. Егер де сіздер мен секілді шайды жақсы көретін болсаңыздар, менің YouTube каналымда көптеген шайлардың рецептісі бар, және осы видеоның соңына да сол рецептерді салып қоятын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер, және де каналымды жоғалтып алмас үшін тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Және 1 шай қасық корица қосамыз, одан кейін мятаны қосатын боламыз. Яғни жалбыз жапырақтарын саламыз, одан кейін 2 шай қасық қара шай қосамыз. Менде шайдың қасығы кішкентай, сондықтан да 2 шай қасық қостым. Егер сіздердің шай қасықтарыңыз үлкен болатын болса, 1 қасық қоссаңыздар болады. 1 ас қасық бал қосамыз, үстіне қайнаған ыстық суымызды құямыз. Барлығын жақсылап бір араластырып аламыз да тындырып қоямыз 5 минутқа. Одан кейін біздің шайымыз дайын болады. Мінекей біздің шайымыз дайын, иісі, дәмі өте ерекше болады. Жасап көріңіздер. Және де қалдырып кеткен сілтеме арқылы басқа шайлардың рецептісін көре аласыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын.